Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мынау қазіргі Қостомар ауылындағы намазхана уақытша салынғанда осы ауылда тұратын, осы ауыл жергілікті тұрғыны, жеке шаруашылық иесі Жарас деген бауырымыздың халықтың игілігіне берген үлкен бір көмегі. Алла разы болсын. Алла тағала ол кісінің ниетін, тілегін қабыл етсін, отбасына берекетін берсін иншалла. Бірақ бұл зданияға қазіргі таңда 100 жыл өмір сүрген ғимарат. Сол себептен бұған қаншама күрделі жұмыстар жүргізу керек. Мына төбесінің барлығы қазір түскелі жатыр. Шифрлары барлығы ескі, қабырғалары да барлығы да енді 100 жыл болған здания. Есептей беріңіз, 100 жыл өмір сүрген ғимарат қандай да жағдайда болатын. Ал құрметті бауырлар, Алланың үйі, мешіттің жағдайы осындай. Біз өзіміздің үйімізді қаражат жұмсап, бірімізден біріміз қалмай ремонт жасағанда қалыспаймыз ешкім. Бірақ Алланың үйі бүкіл әлемді жаратқан, жоқтан барды жаратқан, бүкіл 18 мың ғаламды 6 күнде жаратқан жер мен көктің иесі Алла тағаланың үйі осылай қараусыз, жөндеусіз қалғанына мұсылман баласы шыдап тұра алмас. Ешкімді жылатпа, мейірімді Алла, рухымды құлатпа, мейірімді Алла, сабыр бер сынақта, мейірімді Алла, мейірімді Алла, ешкімді жылатпа, мейірімді Алла, рухымды құлатпа, мейірімді Алла, сабыр. Ал құрметті ағайын, қадірлі мұсылман бауырлар, мешіт қай жерде болмасын, ол Алланың жердегі үйі деп білеміз. Ендеше баршаңызға келе жатқан қасиетті Рамазан айында жақсылық жасауға, осындай мешіт салуға, ат салуға баршаңызды шақырамын. Тек қана Қостомар ауылының тумасымыз, барша Қазақстан, әлемнің мұсылмандарын осы бір Алланың үйін үлкен күрделі жөндеуден өтуіне, не болмаса осы ауылдан үлкен бір зәулім мешіттің бой көтеруіне сіздер мен біздер себепші болуды Алла нәсіп етсін.